Так, все, мына ауылға кеп қалдым. Так, Ершаттың келігімен келдім. Әдейіге, так, бұл келікпен бар ғой. Так, анаяқпа айналып кіре салайын деп бүгін кузницама мощный ремонт істеп қоймасам, әйтсе что-то түрі ескіріп кетті. Мына ауылдағы кузницаны ше, кәдімгідей сәл-сәл блоктарын түсін ауыстырып кішкене өзгертіп тастау керек еді. Так, келікті осы жаққа қойып қоя салайын осылайдан. Все. Так, багаждан заттар бәрін сразу түсіріп алсайын багаждан. Оппа. Так, соны заттың бәрін багажниктен түсіріп аламыз осылай. И все, так, кузницаға кіріп көрейін, ішінде не болып жатыр екен бұлақтың деген. Бұның ішінде менің ноутбугым бар еді ғой. Қос қалып кетті анау достар. Ё-май, так, өшірейік, қызып кетті ғой байғұс. Так, мына уже мебельдер, стеклоларын бәрін ауыстыру керек маған. Әйтпесе деген мынау әбіржіп кетіп баяғы ауылыма келдім. Так, бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер достар. Что там? Короче, достар, мен деген өзім сол баяғы ауылыма келдім достар. Ең алғаш YouTube бастаған, сол ауылға келіп мына кузницаны бір ремонттайын деп шештім достар. Блоктарын түсін сәл-сәл андай белыйға, бирюзовыйға ауыстырып. Әйтпесе достар, мына түрі уже скучный болып бір түрлі болып кеткен достар. Сендер видеоға лайктарын басыңдар, ардынымызға тіркеліңдер. Давайте тез осы каналға да 100 мыңға жеткізіп тастайық. Давай бәрін тіркеліп кетіңдер. Және мен основной каналым, Instagram, TikTok бәріне тіркеліңдер достар. Ссылкалар описаниеде болатын болады. Так, мен көп сөз бой бастайын тогда достар, өйткені деген уақыт менде қатты көп емес. Так, сразу мен блоктарды ауыстырып тастайтын шығармын. Как раз креативім бар кезде тез ұрып сындырып тастау керек мынаның бәрін. Осылайынан бүйтіп мынандай бирюзовыйға қойып тастау керек. Осындай бирюзовый по идее, мынадан қарағанда әдемі көрінеді. Мә, новый есік алуды ұмытып кеттім ғой мен достар. Есікті алмаппын ғой айтпақшы. Так, мынандай дуб алмаппын новый. Ё-май, оның бәрін алу керек енді. Так, мынаның бәрін байынан алып әкеле салайын. Так, новыйдан бізге мына дубтың өзі де жарайды, бірақ сонда да хотя бір новыйға обновление істеп қою керек. Новый обновить. Так, на стеклоны бәрін сыздырып тастаймыз достар. Стеклоны новыйдан ауыстырамыз. Біз қазір белый стекло арнайы алып келдім сол үшін. Так, хоппа, мін достар, қарандар. Так, енді новыйдан мен басқа блог әкелмедім достар. Басқа блог болмады, сондықтан андай булыжник әкеле салдым, бірақ жағдай жақсы булыжник әкеліп келдім. Так, мына бәрін былай сындырамыз. Сендер видеоға лайктарын басып отырыңдар достар. Ардымызға тіркеліп отырыңдар. Давайте тез 100 мыңға жеткізейік. Және основной каналымда уже 200 мың болған шығармыз достар, да, мен 200 мың подписчикке рахмет етілші. Так, былайынан осылай істеп қоя салайын, все. Так, негізі достар, креативім бар кезде мына бәрін ауыстырып тастай салайыншы достар. Креативім бар болып тұрған кезде, қазір креативім өш қалса, оны тағы да ауыстырамай қалып кетемін. Так, блокты бар ғой, қателесіп булыжник әкеліп қойдым мен деген. Булыжниктің орнына маған білесіңдер ме достар? Қандай блокқа? Оппа, міне осы блок по идее әдемі. Чем булыжникке қарағанда достар. Давайте осыған өзгертіп тастайыншы. Тез креативім бар кезде, атогаз креативім өшіп қалса болды, бітті, қайтадан булыжникке қойып шығу керек болады. Так что мына бәрін маған тез өзгертіп тастайын. Так, все достар, сендер деген айтпақшы қысқы каникулға шықтыңдар ма? Комментарий жазып кетіңдер достар. Каникулдарың қалай өтіп жатыр, кім не істеп жатыр? Комментарийға бәрін жазып кетіңдер. Міндетті түрде оқитын боламын соның барлығын. Так что барлығын өздерің ойларың жазып кетіңдер достар. Және де не видео түсірейін, қандай видео қалайсыңдар, қандай пранк түсірейін ба достар, идеяларын бәрін комментарий жазып кетіңдер достар. Міндетті түрде оқимын. Ең көп комментарий жазылған видеоға мен сондай видео түсіретін боламын. Так что бәрің құротқанша сол видеоны қазір паузаға қойып, құротқанша сол комментарийларды жазып кетіңдер достар. Так, мынаны бәрін осылай сындырып тастаймыз. Осылайынан так, и хоппа деп мыналарды сындырамыз. Так, мынаны бәрін былайынан ауыстырып тастайық осылайынан достар. Қазір үйдің ішіндегі полды ауыстыру керек қой. Так, мынау по идее ауыстырмайтын сияқтымын мен мынаны ше достар. Мына дуб негізі нормаль сияқты, жарайтын сияқты осы дуб достар. Сол үшін осы дуб вроде қала береді-ау. Мен солай ойлаймын достар. По идее қараңдаршы. Дуб атакнан ауыстыру керек бізге айтпақшы достар. Осында ауыстырып тастайық. Тез хоп деп. Так. Давай мынандай бирюзовый заборға ауыстырайық бұнда. Осылай бирюзовый забор былайынан қоямыз. И осылайынан яққа қоямыз. Все, қараңдар, уже сырдың виді сәл болсын бағанағыдан қарағанда өзгеріп қалды достар, әдемірек болып. Мына дубты ауыстыруға болады еді достар, бірақ ол дубты неге ауыстырам деген сұрақ болып тұр менде. Типа қандай блокқа ауыстыруға болады? Бирюзовыйға ауыстырсам ол вообще болмай қалады достар. Бирюзовыйға ауыстыру деген. Мен ауыстырып көрейік, ал қалай болады достар? Достар, бирюзовый говно болып қалатын сияқты да. Или нормально бола ма екен? По идее, осы өзін дуб отыра берген дұрыс. И так мен деймін достар, ауылдағы жителерден қарағанда өзгеше болып кетті достар. Негізі ауылда бәрін істейді мынандай бірдей, білесіңдер. Бірақ мен үйім мынандай болып кетті достар. Қараңдар. Айтпақшы потологын істеппін ғой, төбеден қарағанда жаман болып тұр. Потологтарын бәрін осылай ауыстырып тастайық біз деген. Так, үйге де ремонт істеу керек. Так, YouTube қауыстан анау екінші YouTube қауысқа ремонт істеу керек достар. Жаңа жылдық қылып ол YouTube қауысқа да скоро істеп қалатын шығармыз. Так, по идее достар, есігін ауыстыра салу керек негізі достар, есікті ше. Так, есік іздейінші креативтен. Так, осылай есік іздеп бір ақ түсті есікке қойыншы. Осы достар, YouTube қауыста отыратын всегда осы есікке қойып қойын. Осы негізі жақсы көрінеді. Осы есік енді маған
полда так мыналарды ауыстырып тастайық достар, сразу осыларды ауыстырып тастайық, бұларды деген қалдыруға болмайды, әйтсе бір қалса қалып кетеді бұның бәрі. Так, по идее мына екеуін осылайдан қою керек болды ғой. Ладно, солай қоя салайық. И мынаның бәрін былайынан ауыстырамыз. Все, бізден пол қалды. Давайте тез мына полдарын бәрін ауыстырып тастайық, осылайынан тез полдарды да сындырып асып тастау керек қой. Кроваттың астын ауыстырайын достар. И кроватьты қазір новыйдан қоя саламын. Так, мынаны ауыстырып. Ё-моё. Аяғым. Епа, қайға түсіп кетті ме? Чё за? Чего? Не надо, достар? Ойбай, аяғым қайырып алдым. Қандай жерін о, қайға түсіп көзім астында. Не машина мынау достар? Fire дейді. Че у нас пожарный мынау? Бұл не істеп тұр мен көзім астында? Так, тоқта достар, мынау вообще кімдікі? Көзім астында мынау кім әкеп тастаған? Пожарный атып шыққан десін астынан достар. Еба, так, ішіне қарап көрейін. Ішінде достар, қарандар. Андай шланга деген дымдар жоқ достар. Мына ішін қарап көрейін. Шланга, андай күрек бір нәрселер болған еді. Ондай дым жоқ. Салонда да дым жоқ достар, қарандаш. Пустой. Вообще, ну. Тоқта, ну. Мен көзім астынан қалай кіріп кеткен мынау, неяқтан білді. Проходтар істеп тастаған бәлде достар, бойынан бет келетін машиналар келіп жүрмесін тағы да. Че, вроде проход жоқ достар. Чего? Мынау деген қаяқтан пайда болды достар, мына жерде машина. Так, алдында проход бар ма екен әлде достар? Алдында да ешқандай проход жоқ. Так, сендерге дұрыс көрініп тұр ма достар? Факел алып көрсетіп жіберейін. Яғни жарық керек сияқты достар. Өйткені қап-қараңғы болып тұр. Осылай жарық алып көрсетейін достар, қарандар. Еба, мынау деген пожарныйдың машинасы ғой. Вообще пожарныйдың машинасы ауылда мен үйім астында не істеп жүр мына машина достар? Жетелдердік ме екен? Ауылда жетелдер бар ма өзі? Так, шығып сұрап көрейінші. Астыға түсіп кеттім ғой ойламаған жерден достар. Жетелдер бар ма ауылда өзі? Опа, жетелдер тұр ғой. Жетел қалайсыңдар еба? Ана мен көзім астындағы пожарный білмейсің ба? Жоқ, қандай пожарный қосы ба? Анау мен көзім астында пожарныйдың машинасы тұр ғой. Вообще сендер білесіңдер ма кім әкелді? Алжығасың ба? Жоқ, қандай пожарный? Біздің ауылға пожарный түгілі скорый да келмейді ғой. Сенбесең жүда қарап көр, ана астында тұр пожарный. Fire деген жазулар бар, бірақ ішінде дым шлангалар жоқ. Сендер білмейсіңдер ма? Пожарный анаяқта қаяқтан пайда болған? Жоқ, қандай пожарный айтып тұрсың? Достар, мыналар білмейді ғой. Анаяқта бәш достар. Бір YouTube қауыс болса мақұл екен. Пожарный жататын ше. Айдалада тұрамыз ғой, әше. Жердің бір жерінде андай пожарный қаяқтан жүр. Тақтан бәрін ашайыншы достар. Бәрін ашып бұл пожарныйға жүрем алау жалпы. Жүрмейін сияқты достар. Так, есіктер құлттаулы достар. Терезесі қалған, қарандар қап-қара полный тонированный. Вообще непонятный достар. Номерлерін қарандар еще бір түрлі XX88XX. Андай номер бар ма не Майнкрафтта? Достар жоқ. Дейді Fire and Rescue дей ма? Муэра Исланд дейді. Чего? Достар, пожарный, но бірақ аттан келген білмей тұрмын мен мынанша. Полиция шақырсам бекен әлде достар. Так, полиция шақырып қойын, анау деген вообще менің үйім астында не істеп тұр? Полиция шақырайын, полиция мен басым қатырмай қойын достар. Өздерге полициялар келіп достар. Мен еще мен көзім асты қарандар, қандай тесік, мынау деген мен көзім любой кезде түсіп кетуі мүмкін ғой, мынаның бәрінен маған толтыру керек болады осында. Бәрін блокпен толтырып шығу керек, мынаның бәрін құммен. Ё-моё достар, тағы да артық проблема болды. Так, полицияға звондаймын, мен 102-ге сұрайын не екен. Так, барып жатыр гудок. Алло, ассалаумалейкум. Братан, яқта деген мен үйім астында пожарныйдың машинасы тұрды, кеп көріп кетсеңіздер. Қуасың ба деген сен яққа кеп көрсеңіздерші, мен деген яқта үйім астында пожарный тұр ғой. Так, ауыл 13-ші ауыл номер 13-қа сізге геолокация жіберем, WhatsApp осы номер ғой, а? Все, жіберем. Қуасың ба деген маған жынды екен ғой. Үйім астында пожарный тұр десем. Ой достар, анаған геолокациям так тез жіберейін. Так, опа, 15 минутта 20 минутта келеміз деді примерно.
енді күте тұрайық достар, енді пока что маған деген грядка істеу керек еді бүгін. Назатын бәрін инвентарға жібере тұрайын, так телефонды алып басайын. Пока что грядка істей берейік, үйге ремонт тесіп керек емес сияқты достар. Пока что осы грядканың тірлігін ертерек бітіріп грядка істей берейік жалпы достар. Ё-мой, маған деген әлі қызық болып тұр жаңа, пожарный қаяқтан келген. Так, неха картофель ғой бізде де. Мына ауылға келіп грядка істемегелі қай заман достар. Ё-мой, біраз уақыттан ауылда грядка істемегелі. Так, давайте осы жаққа грядка істеп тастайық. Так, мына бәрін сындырып тастайын достар. Неха давайте картофеліміз сәбіз егейік достар, морковь. И аняха уже достар картофель егейік достар. Так, полициялар келеді қазір, өздері көреді не істейтінін, не қоятынын, кімдікі емес екенін өздері анықтайтын шығар. Все, грядка жинап тастадым, пока что. Мә, житель, подарок саған, басқа жерге барып егіңдер. Мә, жер керек болса. Достар, көреміз ал не істейтінін. Осымен білмеймін, видеоны аяқтайтын шығармыз достар. Бір үйме ремонт істеген видео түсірем дегенім, тағы да бір проблема шықты ғой достар. Астынан мынандай пожарный шығып. Еще бір басқа машина емес, еще пожарныйдың машинасы достар, государстводан. Қой достар, мен видеомды өшіретін шығар, полициялар келсе вообще камера ұстатпайтын шығар олар достар, видео түсіруге рұқсат бермей. Видеомды аяқтаймын достар, сендермен болғанмен Айшуақ, видеоңыз лайктарыңызды ардамызды тіркеліңдер. Давайте тез каналға 100 мыңға жеткізейік осы каналыма. Сау болыңдар.